Достар, қайырлы күн. Бүгін сіздермен первый кредитный бюродан, яғни кредитный историямызды қалай аламыз, сол жайында сіздерге көрсететін боламын. Ең алдымен поисққа ПКБ деп жазамыз. Осы жерде мінекей первое кредитное бюро. Осыған кіреміз. Бізде осындай ақпарат ашылады. Мінекей достар, менде өзімнің аккаунтыма кірдім. Егер сіздер бірінші рет кіріп атсаңыздар, регистрация жасайсыздар. Осы жерден регистрация жасап, ECB ключпен кіретін боламыз. Енді осы жерде мен өзіме қай физический или юридический лица болсаңыз, соны таңдайсыз. Менде физический лица, персональный кредитный отчет. Достар, бұл кредитный отчет жылына бір рет қана тегін беріледі. Ал қайтадан алатын болсаңыздар, 400 теңге төлейтін боласыздар. Мына жерде барлығы жазылып тұрады. Келесі алуларыңыз 400 теңге болады. Ал жылына бір рет алсаңыздар, бесплатно аламыз. Және бұл жерде менде алған отчеттарының бәрі мына жерде тұрады. Мой отчеты деген кірсеңіз, неше рет алдыңыз, сол отчеттың бәрі осы жерде көрсетіліп тұратын болады. Мен 2019-да и 2023-те алған екенмін. Енді осы жерде отчетымызды первый кредитный бюроны қалай аламыз? Ол үшін получить полный ПКО. Осы жерде бізге данный толтыру керек болады. Менде барлық данныйлар толтырылып тұр. Егер сіздерде толтырылмаған болса, осы жерлердің бәрін мұқият қарап, электронный почта, номер, адрес барлығын осы жерге жазып шығамыз. Одан астына түскенде мына жерде соглашение беру керек. Барлығы я подтверждаю. Ашып оқып шықсаңыздар болады. Неге келісім беріп жатсыздар, сол жайында барлығы осы жерде жазылып тұрады. Енді астына түскенде подписать ECB деп ECB ключімізбен қол қойып кредитный отчетты алатын боламыз. Өзіңіздің ECB-ңызды таңдаймыз. RSA ключпен қол қойып алатын боламыз. Открыть. Паролін жазамыз. И подписать. Неге получить ПКО full дейді. Осыны басамыз. Енді бізде отчетымыз дайын болғанша күте тұрамыз. Ваша заявка зарегистрирована. Ваш отчет будет готова в течение 15 минут дейді. Енді осы жерде скачать отчет деп басамыз. Ваш отчет еще не готов дейді менде. Күте тұрамыз. Енді тағы бір басып көріңіз. Скачать отчет. Мінекей достар, менде отчет дайын болды. Осылай сіздер де отчеттарыңызды, қай кредит историяларыңызды осы жерден полный көре алатын боласыздар.